Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бар болғаны 10 минут уақытыңызды бөліп, осындай дәмді әрі пайдалы тауық етін пеште пісіреміз. Алдымен дәмдеуіштерді тұз, қара және қызыл бұрыш, паприка, кептірілген сарымсақ, укроп барлығын араластырамыз. Тауығымызды төс бөлігінен екіге бөліп, жақсылап жайғастырамыз. Тауықты противенге салған кезде астыңғы бөлігі толықтай противенге тиіп жатуы тиіс. Тауықтың төс еті қалың болғандықтан 2-3 бөлікке бөліп, дәмдеуіштерімізді тауығымызға толықтай жағып шығамыз. Тауығымызға толықтай дәмдеуіштерді жағып болған соң 2-3 сағатқа маринаттауға қойып, 180 градус қызып тұрған пешке астына фольга қағазымызды салып 1 сағатқа жібереміз. Ал тауығымыздың сырты әдемі сары қытырлақ түске боялуы үшін әрбір 10-15 минут сайын аққан майын бетіне жағып отырамыз. Осымен біздің тауығымыз дайын. Тауық өте жұмсақ әрі балғынды болып піседі. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.